Гүлнар Қожағұлқызы, құрылтай тағдыр шешті мәселелерді шығарып, сол құрылтайда сондай дала ел үшін, ұлы дала ел үшін маңызды шешімдер қабылданған болатын. Осы парламенттің құрылтай болып өзгеруі жай ғана атауды өзгерту ма, жалпы халық үшін бұл өзгеріс нені береді? Бұл жай ғана атаудың өзгеруі емес, бұл мазмұндық өзгеріс, яғни тарихи дәстүріміздің, тарихи құндылығымыздың бізге қайтып келуі деп айтсақ та болады, қуанышты дүние деп айтуға да болады. Бұрын тарихта, қазақтың хандығы кезіндегі тарихтарда құрылтайда не шешілген? Хандарды сайлау мәселесі, ел тағдырына байланысты маңызды шешімдерді қабылдаған, барлық теңдікті сақтай отырып, халық пен биліктің ары қарай да бірлесе дамуына үлес беретін бір кеңес болған. Енді құрылтай деп аталудың өзі сондай бір үлкен маңыз берсе, отаншылдықты көрсететін болса, дәстүріміздің сақталғанын көрсететін болса, яғни бұл да үлкен мәртебелі заң шығарушы орган болу керек. 8-ші қыркүйекте халыққа арнаған жолдауында бір палаталы парламент құрамыз деген мәселені бастады. Халықтың ортасында ол бір палаталы парламентке байланысты ұсыныстар түсе бастады. Яғни неге бір палаталы парламент құрамыз және ол қандай тиімділігі бар деген сияқты мәселелер. Заң шығарушы органның жұмысын жеделдету мәселесі. Бұрынғы мысалы мәжіліс қарайтын болса, мәжілістен кейін сенат қарайды, одан кейін президентімізге қол қоюға жібереді. Жаңа президент сенат мақұлдайды, мақұлдамайды, қайтадан қарайды деген сияқты мәселелердің өзі көптеген орындалатын. Ал енді 145 депутат отырып, осыны 3 оқылымда заңды талқылайтын болады. Біздің биліктің тепе-теңдігін сақтауда және де шешімдердің бірден қабылдануында, уақытылы қабылдануында, ұзаққа созбай, уақытысында сапалы қабылдануына әсер ететін құрылтай болады деп ойлаймын.